Қазақстанға белгілі адам өмірден өтті. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің алғашқы басшысы өмірден өтті. Әскери қайраткер, арнаулы мемлекеттік органдар ардагері генерал-лейтенант Болат Байекенов өмірден өтті. Қайғылы хабарды мемлекеттік күзет қызметі жеткізді деп хабарлайды Түркістан КЗ Қазақпаратқа сілтеме жасап. Бүгін ұзаққа созылған науқастан кейін еліміздің арнаулы мемлекеттік органдар ардагері генерал-лейтенант Болат Байекенов қайтыс болды. Болат Әбдірахманұлы әр жылдың Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі істер министрлігін басқарды. Қазақстан Республикасы қауіпсіздік кеңесінің хатшысы болды. 1997-2001 жылдар генерал-лейтенант Қазақстан президентінің күзет қызметіне жетекшілік етіп, ведомствоның дамуына зор үлес қосты. Мемлекеттік күзет қызметкері генерал-лейтенант Болат Байекеновтің қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен жақындарына қайғысына ортақтасып көңіл айтады делінген ведомство таратқан хабарламада. Біз де өз командамыз атынан көңіл айтамыз.